Сәлем оқырман. Зарина мен Мансурдың ара қатынасы бітетінін көбі білген. Себебі жігіттің басты мақсаты жобадан шықпау үшін жасаған әрекеті секілді. Сезімін білдіріп алып, ендігі таныстығын асыға тоқтатуға жөнелді. Сол ара қатынастарын шешіп жатқан кезінде Зарина болса талып қалған болатын. Қыз әбден шаршаған секілді. Неге олай болды, қалай ойлайсыз? Қыз үшін тағы бір екі жігіт таласқан болатын. Ол болса Сатдаулет пен Бекет болған еді. Қыз кімді таңдайды, оны енді болашақта біле жатармыз. Біреулері болса тіптен екеуінде таңдамай өзінің үміткерін күттеген болатын. Пікірлерге көшсек, есінен танып қалған адам аяғымен жүрмейді ғой. Сценарий роль керемет. Зарина актриса. Екі жігіт таласып отырғасын талып қалған ғой. Орамалды қызға ол жерде көп отыруға болмайды, кету керек. Талатыны бар болса көрінген еркекке үміт сыйлап несі бар? Жобада таныспаған еркегі қалмады ғой, масқара. Мына қыз бәрімен танысып отыра бере ме? Намысы қайда? Мазақ қылып бітті ғой қатысушы жігіттер. Мансур жобадан кетсін, кетіп бара жатқан кезде Зарина алып қалған, таныстығы тоқтаса кетсін. Зарина былтырғы маусымда да осылай жасаған. Әр жігітпен бірсе жұптардың арасына түсетін несі қызық. Ақбот айтқан қол жетпес болды ғой. Зарина жоқ деп айтпай. Таныспаған жігіті қалмады ғой. Танысып көрсін, несі бар? Танысатын жоба ғой. Бекетпен жарасып кететін сияқтысындар, дейді оқырмандар. Сіз қалай ойлайсыз?